Қазақ халқы әу бастан руға бөлінеді. Бөлінгенді бөрі жейді деп жатамыз ғой. Бірақ руға бөлінудің ең бастысы қан тазалығы үшін керек. Ұрпағына зияны тимес үшін 7 атадан аспаса қыз алыспайды емес пе? Бүгін сол туралы әңгіме қозғасақ. Армысыздар ой салар әңгімелер каналының тыңдармандары. Әңгімемді тыңдамас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Әмір мен Айжан ес білгелі көрші тұрады. Балабақшаға бірге барды. Кейін мектеп табалдырығында бірге аттады. Сабақтарында бірге оқитын. Екеуі екі түрлі пәннен жақсы түсінетін болғандықтан бір-біріне көмектесетін. Әмір кішкентай кезінде мен өскенде Айжанды аламын дейтін, оған екі абысын күлетін де қоятын. Екеуі де кішкентай, рулас екендерін өскенде түсінер деп мән бермейтін. Уақыт зымырап, екі көрші қол ұстасып барып, қол ұстасып қайтып жүргенде 7-ші сыныпқа да ілінді. 8-ші наурыз мерекесі келген сайын Әмір тек Айжанға ғана сыйлық беретін. Оған сыйлық жасап хат жазған жігіттердің талайымен жаға жыртысып төбелескен кездерде аз емес. Қарындасы болған соң қызғанады ғой бұл деп әңгіме қылатын аналары. Ал әкелері түздің адамы, ондай мәселелерге ұсақ-түйек деп қарайтын. Өзіне деген Әмірдің шексіз қамқорлығы ұнайды ма? Айжан оның жанында өзін ең сұлу, ең нәзік қыз сезінетін. Содан болар ешқандай жігітке ыңғай бермейтін. Бірақ біз руласпыз, ол менің ағам деп ешқашан ойламаған екен. Олардың бір-біріне деген шектен тыс ықыласы сынып жетекшінің назарын аудырмай қоймады. Аядай ауылда тұрған соң кімнің кім екенін білетін мұғалім екеуінің аналарын мектепке жекелеп шақыртып алды. Ондағы ойы екі жас білместікпен бірдеңе бүлдіріп қоймасын деген еді. Мектепке келген екі апысын сынып жетекшісінің сөзіне ашуланып, өзіне тарпа бас салды. Әңгіменің артын тыңдамай, екеуі де орындарынан тұрып кетіп қалды. Жол бойы кездескен адамдарға бар болған әңгімені айтып, мұғалімнің құлағын шулатты. Үйге келіп, күйеулеріне жамандап, сынып жетекшісінің сыртынан бір сыбатып алды. Сонымен ол әңгіме ескерусіз қалды. Ең болмаса балаларына ескерту жасап та жатпады. Күн артынан ай артынан жыл өтіп, Әмір мен Айжан 9-шы сыныпқа жетті. Бұл кезде сыныптастары оларға жұп ретінде қарайтын. Шетелге еліктеген жастарды ауылда өссе де, рулас деген сөз аса уайымдата қоймады. Кейде сыныптастар бір үйде жиналып отырыс жасайтын. Сондайда Әмір келіп Айжанды сұрап алып кететін. Түнде өзі аман-есен жеткізетініне әбден сеніп алған ата-анасы еш ойланбастан қызын жібере беретін. Ал барған үйлерінде үлкендер қадағалап отырмайтыны анық. Сондықтан Әмірдің Айжанды белінен қапсыра құшақтап отыратыны ешкімге ерсі көрінген емес. Себебі сыныптастары үшін бұл күнде көріп жүрген үйреншікті жағдай. Ал әке-шешелері екеуінің ерсі қимылдарын байқаған емес. Сол үшін де олар үшін алаңдап шектеу қоймаған болатын. Сондай тыйымнан қорыққаннан жасаған айлалар ма, екеуі ата-аналарының қасында тойған қоздай томпиып отыратын. Бір жолы Айжанның ата-анасы Бурабайға 10 күнге демалысқа баратын болды. Екеуі оңаша қыдырғысы келгендіктен балаларды тастап кетуге шешім қабылдады. Айжанның 5-ші, 3-ші сынып оқитын екі інісі бар. Әке-шешесі үшеуін Әмірдің анасына табыстап, азық-түлігін толық алып беріп, азын-аулақ ақшада ұстатып кетті. Ата-анасы кеткен соң 3 күннен кейін сыныптастары Айжанға бастаңғы беруге ұсыныс тастады. Мұндай мүмкіндік туа бермесін түсінген қыз бірден іске кірісіп кетті. 2-3 сыныптас қызды шақырып алып, дастархан жасады. Дүкеннен ішімдік те әкеліп қойды. Кешке мал жайғап үйлеріне әртүрлі сылтау айтып, жан-жақтан шығып Айжанның үйіне жиналды. Айжан артық әңгіме болмас үшін екі бауырын Әмірдің үйіне жіберді. Соңғы кездері Әмірді ауылға жаңадан келген сыныптас қыз жақын тартып жүргенін көрген Айжан іштей қызғанып жүрген еді. Әдейілеп ол қызды да шақырды.
Мақсаты оған әмірдің басы бос емес екенін білдіру. Жастар ойнап-күліп, билеп ішімдікке қызара бөртіп отыр. Жаңадан келген қыз керемет билейді екен. Әмірді биге шақырып өзіне елтіп барады. Айжаннан басқа қызды құшып көрмеген әмірде есі шығып, қызды құшақтап алған. Бұл Айжанның ашуын тудырды. Ол әмірдің назарынан мақұрым қалатындай күй кешті. Сағат 12-ден аса жастар қайтты. Жігіт жаңа танысын шығарып салмақ еді, оған Айжан қарсы болды. Сыныптас қыздары қайтып кеткенін желеу етіп, дастарханды жинасу үшін әмірдің қалуын өтінді. Қанша кеткісі келіп тұрса да, әмір Айжанның жанында қалды. Екеуі дастарханды жинап, ыдыстарды жуып қойды. Ата-анасы келгенде ештеңеден сезіктенбес үшін бәрін тап-тұйнақтай етіп жинады. Айжан томсырайып әмірге сөйлемей жүрді. Ішін қызғаныш өрті жандырып барады. Ал әмір Айжанды құшақтамақ болып қолын сумаңдатып қояды. Әлгі қыз саған ұнап қалған сияқты ғой. Иә, тамаша билейді екен. Мен ше, сен де жаман билемейсің. Жаман билемейсің де. Тегі мойнына басың тығып иісіне елтіп барасың ғой. Рас, иісі әдемі екен, қымбат иіс су себетін сияқты. Менің иісімнен әдемі ме? Не болды сонша тергеп? Жай болды, кете бер. Жарайды, кетейін. Тоқта. Тағы не болды? Ештеңе. Айжан, сен неге біртүрлі болып тұрсың? Әлде сен мені қызғанып тұрсың ба? Жоқ, кете бер сол қызға. Жоқ, кете алмаймын. Ол үйінде тәп-тәтті болып ұйықтап жатқан болар. Жоғал әмір, енді келме менің үйіме. Маған да жолама. Сен қыз жынды болайын деген екенсің ғой, деп есікті тарс жауып кетті әмір. Айжан көз жасына тұншығып әбден жылады. Менің бөтен қыздан қызғанып отырғаным рулас ағам-ау деп ойланбады да. Ал әмір иісі жұпар аңқыған қала қызын ойлап жатып ұйықтап кетті. Айжанның неге сонша ашуланғаны туралы ойланып та жатпады. Дүйсенбі күні екеуі мектепте көрсе де бір-бірімен амандаспады. Әмір мұғалімінен сұранып жаңадан келген қыз Әлияның жанына отырды. Сол күннен бастап ол жерден ауыспады. Арада бір ай өтті. Мектепте Әмір мен Әлия кездесіп жүр екен деген әңгіме тарай бастады. Әмір бұрынғыдай Айжанның қасында жүрмейтін болды. Оған соңғы кездері Әлиямен уақыт өткізген көбірек ұнайтын. Ал Айжанның іші алай-дүлей. Қандай иіс су сепсе де, қалай шашын сәндесе де, бала кезден жанынан шықпайтын Әмір бұған жоламайтын болды. Айжан енді бір амалын жасауға бел буды. Сөйтіп Әмір жек көретін, оқу үлгерімі өте жақсы Серіктің жанынан табылатын болды. Айжанды қанша ұнатса да қолы жетпей жүрген Серік үшін бұдан асқан бақыт жоқ еді. Әлияның соңынан қалмай жүрген Әмір Айжанның Серікпен бірге жиі көзге түскенін көріп ашуланып қалатын. Ол Серікті әкесі жоқ болғандықтан менсінбейтін. Бірақ Серік спортпен шұғылданатын денелі жігіт екенін көріп жүрген соң онымен төбелесуге батылы бармайтын. Әмірдің жанды жерін дәл тапқан Айжан тау қопарғандай риза болып жүр. Серіктің сезімімен ойнап жүрмін ғой деген ой мазалаған емес. Керісінше Әмірдің ызасына тигеніне мәз еді. Осылайша Айжанның жымысқы жоспары іске асып, Әмір үй тапсырмасын сылтауратып қайтадан Айжанның үйін жағалайтын болды. Қу қыз ештеңе түсінбеген болып көзінше Серікпен сөйлесіп кездесуге ұсыныс білдіретін. Бұл Әмірге ұнамайтын. Бір жолы үйде ешкім жоқта әдеттегідей Әмір келді. Ол қыздың қасына жақындап, оны құшақтамақ болды. Ол бұлданып кері шегінген еді, аяғы сүрініп құлап кетті. Оңтайлы ұрымтал сәтті пайдаланып үлгерген Әмір де оның жанына жата кетті. Бас салып құшақтап, қыздың ерніне жабысып, екеуі махаббаттың қызығына бөленіп жатыр. Әмірдің сұғанақ қолдары қыздың тұла бойын шарлап барады. Алғаш рет қарулы қолдың құпиясын сезген қызда сезімге масайып еш қарсылық танытар емес. Айжан деген екінші інісінің даусынан екеуі де естерін жиып ала қойды. Орындарынан тұра сала, үсті-бастарын ретке келтіріп, тым болмағандай отыра қалды. Бірақ екеуі де әлгі жағдайдың жалғаса бермегеніне өкініп отыр еді. Сол күннен бастап екеуі ыңғайлы оңаша қалатын сәтті күтіп жүрді.
Ол кезде екеуі де 11-ші сыныпта оқитын. 9-шы сыныпты бітірген соң ата-анасы оқуға жібермек болғанда екеуі де көнбеген еді. Bir жолы басқа қаладағы туыстары қыз ұзатып, екі көрші де сол тойға баратын болды. Бірақ бұл жолы Айжанның екі інісі де баратын еді. Ал Айжанды қалтқысыз сенетін әмірге аманаттап қалдырды. Сол түні Айжанның аппақ сүттей арына ірткі түсті. Бірақ ол үшін өкінген қыз болмады. Рулас бауыр болған екі арсыз жастың үлкен күнәсін түн шымылдығы жасырып тұмшалап жатты. Кейін олар ыңғайы келген жерде сезімнің шарабынан дәм татып жүрді. Жаз ортасы екеуінің оқуы аяқталып, үлкен қалаға оқуға түсетін болды. Айжан медициналық университетке ақылы оқу бөліміне түсті. Ал әмірдің оқуға аса құлқы болмады. Әкесі бекер жүрмесін деп анасының қарсы болғанына қарамастан әскерге жіберді. Әмір әскерде кезде екеуі сөйлесіп тұрды. Айжан оны күтуге, ешкіммен сөйлеспеуге уәде берген. Солай арада 5-6 ай өтті. Желігі басылмаған Айжан үшін әскердегі әмірді күту қиын болды. Ол енді сөз салып, сыйлық жасап қыдыртатын жігіттерді құр жібермейтін болды. Олар да өз кезегінде ақмақ қызды пайдаланып қалып жатты. Тіпті сол университетте атағы шыға бастады. Оны уайымдап жатқан қыз жоқ. Жігіттерді ойыншық етемін деп жүріп, өзі ойыншыққа айналған қызды табан астында қара басты. Қалаға барғанына көп болмай-ақ әке-шешесінің бетіне қарай алмайтындай күнә жасады. Кімнен екенін өзі де білмей аяғы ауырлап қалды. Айжан енді тығырыққа шын тірелді. Өйткені баланы алдыра салайын десе ақшасы жоқ. Алдырмайын десе қысқы каникул басталып кеткендіктен әкесі ауылға қайтуын талап етіп отыр. Сонымен амал жоқ ауылға қайтты. Ауылға кезінде өзі бекер үміттендірген Серік те келген екен. Ол басқа қалаға грантқа түскен болатын. Сол үшін де бұлар біраздан бері бір-бірін көрмеген еді. Серік Айжанды көргенде жүрегі аттай тулап кетті. Ал Айжанның ойына өзі үшін керемет бір жоспар келіп жатты. Ол қалайда Серікпен төсектес болу. Мақсаты оған жар болу емес, жай ғана кімнен аяғы ауыр екенін білмегендіктен соған кінәні аудара салу. Жаңа жылды сыныптастар бірге қарсы алмақ болды. Сөйтіп әдеттегідей бір үйде жиналып отырды. Тек әмір мен басқа да әскерге кеткен 2-3 бала ғана жоқ еді. Айжан кеш бойы Серікті арбаумен болды. Әншейінде ыңғай бермейтін қыздың өзіне жақындауға рұқсат бергені жігітке де ұнап барады. Бірақ қалтқысыз таза махаббат иесі қызды пайдаланып кету секілді арам ойдан аулақ болатын. Ал бұл Айжанның жымысқы жоспарына кереғар нәрсе еді. Отырыс қыза бастады. Айжанның жүрегі айнып сыртқа жиі шыға берді. Оның мазасы қашқанын көрген Серікте ілесе шықты. Ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланудың маманы болған қу қыз жігіттен өзін үйіне жеткізіп салуын өтінді. Серік сыныптасының көлігін сұрап алды. Айжан мазасызданып тұрған соң тез апарып тастайын деп ойлаған. Әкесі жоқ, тек анасы осыған арқа сүйеп отырғандықтан ішімдік пен темекіден аулақ жүретін жақсы әдеті бар еді. Серіктің ішімдік ішпегені Айжанға ұнай қоймады. Бірақ ол онсыз да Айжанға деген сезімге мас емес пе? Көлікті оталдырып енді Айжанның үйіне бағыт алған Серікті қыз қолынан ұстап өзіне қаратты. Сосын одан ауыл сыртына айдауын өтінді. Таза ауамен тыныстағысы келетініне сендірді. Әйел мен еркек оңаша қалса үшіншісі шайтан болады демей ме? Онсыз да есі кетіп жүрген жігітті уысына түсіру Айжан үшін қиын болған жоқ. Солай бір апталық каникулда олар 2-3 рет кездесіп үлгерді. Алыстау қалада оқитын болғандықтан Серік 2 күнге ерте кетуге мәжбүр болды. Әккі қыз ешқандай сыр білдірместен қимаған болып көзіне жас алып қалды. Ал жігіт Айжанға міндетті түрде үйленетінін, ол жағын уайымдамаса да болатынын айтып жұбатты. Айжан сезік тудырмас үшін 2-3 апта өтуін күтті. Бұл кезде оған әмір де хабарласып тұратын.
Ал Серік күніне 2-3 рет телефон соғатын. Бір күні Айжан ағыл-тегіл жылап Серікке телефон соқты. Одан өзінің аяғы ауырлап қалғанын айтты. Серік әлі аяқталмаған оқуын уайымдаса да, әке болатынын естіп қуанды. 2 күндік демалыста қыз оқитын қалаға келетінін айтып, оны сабасына түсірді. Оқуынан тағы 2 күнге сұранып шықты. Ондағысы Айжанды ауылға апарып, әке-шешесінің алдынан өту, ары қарай күн ұзатпай іші білінбей тұрғанда армандағы аруына үйлену. Әуел баста ойы тұрмысқа шығу болмаған Айжан, Серік жетіп келіп өз шешімін айтқанда есі шықты. Әкесінен қорқатынын сылтау етіп ауылға ілесіп бармай қойды. Ал Серік уақыт шектеулі екенін біліп, ауылға жалғыз барды да, өзі анасы мен Айжанның ата-анасына мән-жайды түсіндірді, кешірім сұрап рұқсат алды. Қыздың әкесі алғашқыда ашуланып, жұдырық ала жүгіргенімен, кейін сабасына түсіп ақ батасын берді. Әке-шешесіне айтып, қызды ауылға қайтарды. Мәселенің сонша ауқымды боларын ойламаған Айжан амалсыз ауылына қайтты. Әке-шешесі ырымын жасап қолдан ұзатты. Солай ойда жоқта Айжан Серіктің келіншегі болып шыға келді. Мерзімді уақыты жетіп әмір әскерден келді. Ол келе сала Айжан туралы сұрастыра бастады. Соңғы кезде қыз оның телефон қоңырауына жауап бермейтін болған. Ал басқа сыныптастары ол туралы айтудан қашқақтайтын. У-шу басылған соң, ертеңіне шай үстінде әмір анасынан Айжан туралы сұрады. Анасы оның Серікке тұрмысқа шыққанын, қазір ауылда тұрып жатқанын, аяғы ауыр екенін айтты. Қыздың неге ондай шешім қабылдағанына таң қалғанын да жасырмады. Әмір шайын тастай сала Серіктің үйіне қарай жүгірді. Ол баса көктеп кіріп барды да, аяғы ауыр Айжан есік ашқанда состиып тұрып қалды. «Сен неге бұлай жасадың? Сен қашан келдің? Сен неге бұлай жасадың деймін, жауап бер» деп Айжанды сілкілей бастады. Енесі жұмыста еді, сондықтан оны тоқтататын ешкім болған жоқ. «Бізді бәрібір қоспас еді» деп жылап жіберді Айжан, шын мәнісінде ойнап жүріп от басқанын жасырып. «Біз кетіп қалар едік қой алысқа» деп даусы жарықшақтана жылады әмір. Ол қызды жібере салды да кері бұрылып кетіп қалды. Ертесіне енесінен әмірдің кешке дейін жоқ болып кеткенін, бүгін таңертең сиыр айдап шыққан келіншектер оны аула сыртында ағашқа асылып өлгенін көріп, үйіне хабар бергенін естіді. Тамағына өксігі тас боп тірелген Айжан айғайлап жылағысы келді. Бірақ көзінен тамшы жас та шықпады. Жүрегі тас болып қатып қалғандай мелшиіп отырып қалды. Әмірді арулап көмген күні түнде Айжанның іші қатты ауырды. Енесі жедел жәрдем шақырып ауруханаға жеткізілді. Қатты қайғырғаны әсер етсе керек, бақытына орай бөпесін аман-есен бауырына басты. Қуанышты жаңалықты естіп Серік те жетті. Өмірге тәп-тәтті сұлу қыз келді. Бір қызығы, қаны бөлек болса да, қызы Серікке қатты ұқсайтын еді. Одан бері көп жыл өтті. Осы жағдайдан соң бұл ауылда рулас жұп болған емес. Ал Айжан сол бойы үй шаруасындағы әйел болып қала берді. Бірақ ол тағдырына разы болатын. Себебі ол қандай жолмен осы күнге жеткенін өзі ғана біледі. Біледі де көп жерде аузына құм құйылады. Осындай мейірімді енесі, сүйікті жары барына қуанады. Ал қымбатты тыңдармандар, бұл әңгіме сізге қандай ой салды? Қандай ой түйдіңіз? Өз ойыңызбен міндетті түрде бөлісе кетіңіз.